Қайырлы күн баршаңызға, менің сүйікті оқырмандарым. Сіздермен бүгін майда қуырылатын тұшпараның рецептімен бөлісетін боламын. Ең дәмді, ең нәзік және де оңай рецептпен бөлісетін боламын. Құрамында ешқандай жұмыртқаны қоспай-ақ осындай дәмді тұшпараның рецептін қабыл алыңыздар. Видео ұнаса арнама тіркеліп қолдау етіңіздер. Ең алдымен бізге електен өткізілген ұнымыз қажет болады. Осының үстіне бөлме температурасындағы сары майды саламыз. Сізде сары май болмаса, кәдімгі сұйық майды пайдалансаңыз болады. Және осының үстіне 1 шай қасық қантымызды және де 1 шай қасық тұзымызды саламыз. Кейін үстіне қайнап тұрған суымызды құямыз. Жақсылап қамыр елейтін боламыз. Ең алдымен қасықпен араластырып алыңыз, қолыңыз күймеу үшін. Кейін қолыңызбен жұмсақ қамыр елей бастайсыз. Біздің қамырымыз осындай нәзік, жұмсақ болуы тиіс. Кейін осы қамырымызды арнайы қалташаға салып, тындырып қоямыз. Салмасына суда қайнап піскен картопты алатын боламыз. Үстіне 1 шай қасық тұзымызды саламыз. Дәміне қарай бұрыш сепсеңіз де болады. Яғни жуанды қуырып салсаңыз болады. Мен салған жоқпын, өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Кейін осындай ие қанған қамырымызды алып, жұқа етіп жайып шығатын боламыз. Дәл видеодағыдай осындай жұқа болуы тиіс. Келесі осындай қамырымызды осындай ұзынша етіп кесіп, осындай 4 бұрышты фигураларды кесіп алатын боламыз. Бұл бізге қазір тұшпараның формасын жасауға ыңғайлы. Сол үшін осылай 4 бұрышты формада кесіп алатын боламыз. Кейін дайын болған 4 бұрышты қамырымызды алып, осылай салмамызды ортасына салып, 3 бұрышты осылай қайырып отырып, жабыстыра отырып, тұшпарамызды түйетін боламыз. Дәл видеодағыдай көрсетілгендей жасайсыздар. Кейін дайын болған тұшпарамызды қызып тұрған майда екі жағы қызарғанша қуырып алатын боламыз. Жұмсақ, дәмді, қамырына ешқандай жұмыртқаны қоспай-ақ осындай тұшпараны дайындауға болатынын сіздерге көрсеттім. Осы рецептпен жасасаңыздар, еш өкінбейсіздер. Видео ұнаса арнама тіркеліп қолдай кетіңіздер.